Бірінші регистрация жасап, регистрациядан өтеміз. Сізде бастапқы бет осындай болып шығады. Сосын войти деп басамыз. Мына жерде регистрацияны басып, сізде қандай почта бар, сол арқылы регистрациядан өтесіз. Регистрацияны өтіп аласыз. Парольді өзіңіз жазасыз. Ұмытып кетпеу керексіз паролін. Бір жерге жазып қою керек. Енді өтіп алдық та, продолжитті басамыз. Міне, біздің таблинг сайтымыз осындай болып шығады. Міне, бірінші беті. Енді ары қарай қазір үйрететін боламын.